Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай ішек қарыннан жасалған мантыны бірге жасайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен қамырымызды илеп алатын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқамызды және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де қажет мөлшерде 200 мг, 300 мг көлемінде суымызды құйып, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте қатты және де жұмсақ болып кетпеуі қажет. Орташа тығыздықта иленіп шығаратын боламыз. Және де жарты сағатқа тынуға қоятын боламыз. Оған дейін пиязымызды, картопымызды кубиктап турап алатын боламыз. Және де келесі кезекте ішек қарындарды және де өкпе, жүректерді жақсылап ет тартқышқа ыңғайлап кесіп алатын боламыз. Барлығы дайын болғаннан соң ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Айта кететін жайт, адам ағзасына қажетті дәрумендерге бай болып келеді бұл ішек қарын. Дайын болған картоп пияздарымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұзын және де қызыл бұрыш, қара бұрыш және де дәмдеуіштерді өз қалауыңызша салуға болады. Мен 40 қабатты да салуды жөн көрдім. Себебі мантымыз сочный болып шығады. Дәмі де өте керемет болады. Сол үшін 40 қабатты да салатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Келесі кезекте қамырымызды ию қанғаннан соң дәл осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 2 бөлік шықты. Бір бөлігін қайта тындыруға, демалдыруға қойып, екінші бөлігін жая бастаймыз. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа тығыздықтағы қамыр шықты. Дәл осы видеода көрсетілгендей жайып алатын боламыз. Мен қамырымды жайып болдым. Енді осы видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығатын боламыз.
Дайын болған қамырларымыздан дәл осылай мантымызды түйіп бастаймыз. Ішек қарнын тазалау видеосы менің каналымда бар. Және де ең оңай жолмен тазаланатын видеоны салғанмын. Арнамнан көруіңізге болады. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бізде мантыларымыз дәл осылай түйіліп шықты. 45 минутта дайын болады. Бетіне подливасын дайындап, дәл осылай ұсынсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.